Бұл бөлімде жалақы есептейтін боламыз. Жалақыны есептемес бұрын производственный календарды орнатып алуымыз керек. Ол үшін зарплата, жалақы, мында производственный календар деген бар. Осын басамыз. Республика Қазақстан. Ашылғанын күтеміз. Және осында алғаш уақытта заполнить по умолчанию деген болады. Соны міндетті түрде басуымыз керек. Бұл біздің ағымдағы жылдың демалыс күндері, мерекелік күндер, тағы да басқа демалыс күндерінің барлығын толтырады. Егер қандайда бір демалыс күні, кезектен тыс демалыс күні пайда болатын болса, оны біз қолмен енгізуіміз керек болады. Мысалы, кез келген бір күнді аламыз, оң жақ батырмасын басамыз, изменить день. Осы жерде біз бұл күнді өзгерте аламыз. Рабочий күн, суббота, воскресенье, дополнительный выходной, праздник, мереке күні. Осылайша өзгертсек болады. Немесе сенбі күні демалыс күні болып саналады көп жағдайда. 5 күндік жұмыс режимінде жұмыс істейтіндер үшін. Егерде бұл күнді тек осы бір күнді ғана жұмыс күні қылып жариялау үшін оң жақ батырмасын басып, рабочий жұмыс күні деп белгілейміз. Осылайша производственный календар жасалады. Заполнить по умолчанию, записать, закрыть. Жасадық. Енді жалақыны есептеуге кірісеміз. Зарплата, начисление зарплаты. Создать. Ең алғаш біз шілде айына есептейміз. 31.07. Месяц начисления июль айы болады. Подразделениені өшіріп тастай салайық. Оклад по дням. Бұл жерде показать всены басатын болсақ, бұл жерде стандартты жалақылардың тізімі орналасқан. Көріп отырғандарыңыздай оклад по дням, оклад по часам, больничный листок, еңбекке жарамсыздық парағы, демалыс, және де басқа компенсация отпуска, жұмыстан шығып жатқан кезде компенсация отпуска при увольнении. Осылай таңдалады. Біз оклад по дням таңдаймыз. Отражение в бухучете, отражение начислений по умолчанию басамыз. Добавить. Директордан бастаймыз. Жандос Файдос Елдосұлы. Оклад по дням 90 000 теңге. Бізде шілде айында қанша жұмыс күні болды. Егер жұмыс күнін білмесеңіздер, интернетті ашып іздесек болады. Сколько рабочих дней в июле. Бізде міне егов сайтының дерегі шығады. Осыған кіреміз. Осы жерде календар бар, осыдан қарап санап алсақ болады. Шілде айы, мінекей 15, 16, 17, 18, 19, 20. Шілде айында 20 жұмыс күні болған. 20 күн. Келесі добавить. Сержанов Ержан Құлжанұлы, бас бухгалтер. Айлығы 80 000 теңге. 20 жұмыс күні. Келесі добавить. Асқаров Асқат Асланұлы. Ауып. Оклад по дням 70 000 теңге. Айлығы 20 000 теңге. Жұмыс күні 20 күн. Кешірім сұрайым. Деректердің бәрін енгізіп болғаннан кейін рассчитать дегенде басамыз. Рассчитать. Жалақылар есептелінді. Провести, закрыть деп басамыз. Қазір ғана жалақыларын начисление жасадық.